Hello everyone, how are you feeling today? You are welcome to this English channel. As usual, Miyaqtir Bishimbayqızı. So, let's analyze the fourth test. Төртінші келесі тестті талдауға қош келдіңіздер, оны бастаймыз бірге. So, which statement about crystal cruise ships is correct according to the text? Бұл жерде сілтеме беріп тұр, қараңыздар. Read the question first, then the text. Имейте в виду бірінші мәтін, сосын барып бірінші сұрақ, сосын барып мәтін. Which statement, то есть қай сөйлем Crystal Cruise кемесі туралы мәтінге дұрыс сәйкес келеді. Қай сөйлем? The cruise lasts for 1 month. The cruise ships have different entertainment centers. Tourists can't go in for sport there. Tourists should pay in the restaurants. Cruise lasts for 1 month. Bir айға жалғасады дейді. Have different entertainment centers. Кілттік сөздердің астын сызып аламыз. Әдеттегідей different. Tourists can't go in for sports. Go in for айналысу, то есть спортпен айналыса алмайды дейді. Should pay in the restaurant. Яғни істеу керек, төлеу керек дейді. Оқып көрейік. Come and sail on a crystal cruise ship. Okay. We have 3 ships. Okay. Crystal Queen, the Crystal Princess, the Crystal Palace. Come and sail in luxury on cruises around the Caribbean Sea for 7 or 14 days. Our 7-day cruise costs $2,000 and our 2-week cruise is $3,500. All food and drink are included in the price of your cruise. Okay. Our cruise ships all have a casino, a cinema, a 5-star restaurant, a theater, a library, and a fully equipped gymnasium. Так, жауап кішкене келген сияқты, қараңыздар. Casino, cinema, 5-star restaurant. So come on board today for the holiday of a lifetime. Cruise lasts for 1 month дейді. Bir айға жалғасады дейді. Олай емес, 7 күндік дейді, және 2 апталық. Ол жерде 1 айлық деген жоқ. 7 күндік немесе 14 күндік басында тұр, жоқ. Бұл сәйкес келмейді. The cruise ships have different entertainment centers. Қараңызшы, мына жерде entertainment деген әртүрлі развлекательные центры, көңіл күй көтеретін орталықтар. Оны бөліп мына жерге жазған, қараңыздар. Casino, cinema, 5-star restaurant, theater деп. Значит, жауабы ол B. Tourists can't go in for sports. Спортпен айналыса алмайды. Ол жерде спорт туралы мүлдем ақпарат жоқ, солай ғой. The tourists should pay in the restaurant. Ресторанға төлеуі қажет дейді. Бұл жерде айтылып тұр, тамақ пен ішімдік, ол сіздің крузыңыздың бағасының ішінде. Мен қазір терең талдап жатырмын, бірақ тесттің кезінде қатты талдаудың қажеті жоқ, Бірінші мына сұрақтарға қарайсыз, жылдам қарап шығасыз, қайсы сәйкес келмейді, алып тастап дұрыс жауабын табуымыз керек. Яғни дұрыс жауабы entertainment centers дегеннің сөзі мұнда тұр екен, Ал кеттік онда жалғастырамыз. Сіздерге бір ескерту ретінде айта қояйын. Қараңыздар, бұл балар, мынау тұрған қазіргі біз талдап жатқан тест, ол ресми сайттан 2023 сайттан алынған тест. Сондықтан ертең бұйырса 2-3 наурыз күні болатын емтиханның кезінде формат осылай келеді. Естеріңізде ұстаңыздар оны. Жалғастырамыз. Келесі, read the question, барлық сұрақтың төбесіне, балар, осылай нұсқама берілген. Бірінші сұрақты оқыңыз дейді, сосын барып мәтін. Келесі оқымайтын болам. Сұрақта бірден көшейік. What did Mike's mother feel about your son's meal habit? Яғни, Майктың анасы ұлының тамақ жеу әдеті туралы не ойлайды? Кілттік сөз meal habit. Feel, кім, mother. She was against your son a bad habit.
against дегенне қарама қарсы. То есть ұлының жаман привычкасына қарсы дейді. Болды. She was glad he enjoyed this process. Так. Ұлының жақсы көрген нәрсесіне, процесіне көңілі толды, ұнатты. She was indifferent about his habit. То есть оның әдетіне бейжай қарады. She was pleased how her son took a meal. То есть ей было приятно дейді. Оған жағымды болды, что оның баласы, ұлы, тамақты осылай жегеніне дейді. Ал енді бастап көрейік, An overeater is the person who eats too much. Түсінікті, overeater ол кім? Былай айтқанда, грубо айтқанда, ашқарақ, яғни көп тамақ жейтін айтамыз, обжора деп айтып жатамыз ғой. Яғни тым көп тамақ жейтін адамды ол overeater деп айтады екенбіз. Mike is an overeater. Read Mike's ideas about food. Food is the best thing ever, any time of the day or night. Аударудың қажеті жоқ деп ойлаймын, оңай сөздер, қыз балалар. I can eat and eat and eat and eat. I always have a very big appetite. My mommy often complained about how much I ate. She usually asked me if I had a hole in my stomach. Қараңыздар, кіртіксіздер. A hole, то есть жаңа сөздер. Не ол? Тесік дейді, Stomach деген не ол? Асқазан. То есть асқазанда тесік бар ма деп сұрады. Eating is very satisfying. То есть жауаптан өтіп кеткен секілдімін. Қараңыздар. My mommy often complained about how much I ate. Яғни complained шағымдану. Менің мамам шағымданады деген сөз. Ол шағымдану уже қалай? Қарсылық білдіреді деп тұр да. Түсінесіздер ма? Получается, міне кілттік сөз осы жерден шықты. Жауабы дәлелі. Сондықтан жауап бізде қайсы? Ұнату емес, бейжай қарау. Үшеуі де бәрібір синоним, мысалы. Кішкене тапсырманы оқымас бұрын болжамды жасап көрейік, балалар. Значит, біздің жауабымыз A. Келесі үшінші сұраққа барайық. Why does Christian write the letter? Кристина не үшін хатты жазады? Желательно басын оқымай ақ қойын, тек кілттік сөздерге назар аударайық. Enjoys Caroline's work. Кілттік сөздер. She likes listening to her pupils. Prefers to teach teenagers because she wants to improve English. Ал көрейік. Carolineға жазыпты Кристина. I want to thank you for the lessons. I work in France teaching English to adults. Your lessons are fun and great help to my students. I use them every time when a student has speaking and writing problems. I'm looking forward to future lessons. Thanks very much. Басында кішкене ақпарат беріп кетіпті. Your lesson, сіздің сабағың сондай қызықты, және менің студенттеріме бір поддержка, қолдау болды дейді, көмек болды дейді. Мен оларды әр уақытта қолданамын. Students have speaking and writing problems дейді. Listening to her pupils деген ақпарат. No, Teach teenagers. Preference жазылған ба? Мына жерде. Teaching English to adults деп тұр, Просто I work in France деп тұр, келмейді. She wants to improve her English. Ол өзінің ағылшын жақсартқысы келіп тұрған жоқ, ол жоқ қойды. Значит, she enjoys Caroline's work. Яғни ол, Каролина өзінің мұғалімінің жұмысынан көңілі толатыны туралы айтып жатыр, Жауабы бізде получается екен. Келесі, онда жалғастырамыз. Кілттік сөздерді өздеріңіз сызып отырыңыздар. Және де жаңа сөздер болса аудармасымен жазып отырыңыздар. Ал кеттік онда келесі. You are going to get a job. Бірден сұраққа көшеміз. Which of the text below contains information you are looking for? Сіз жұмысқа тұрғалы отырсыз. Төмендегі қай ақпарат сізге
келеді дейді. Қай ақпарат сіздің іздеп жатқан нәрсеңізге сәйкес келеді. Оқимыз, я. Сіздерге тапсырма болсын, қайсы деп ойлайсыздар? Қазір пауза қойып қойыңыздар да, тауып сосын вариантын айтыңыздар. Ал мен бірден жауабына көшейін, я. Бұл жерде жауабы, бізде жауабы 4. Неге? Қараңыздар, urgent need for staff grade in anesthetics 3 months at North London recruiter Medeca. Salary, location, term reference. Urgent need for staff деген ең бірінші ақпараттың өзі бізге жұмысшы іздеу, шұғыл түрде жұмысшы іздеу туралы нетті ақпарат беріп тұр. Мыналардың барлығы дұрыс емес. Значит, бізде жауабы ол 4 екен. Уақытты қатты созбай, я, сіздер желательно пауза қойып, өздеріңіз тауып, сосын менікімен салыстырып көріңіздер, я. Келесі 45-ші тапсырма. Where can you find this kind of text? Мына мәтінді сіз қайдан көре аласыз, қайдан таба аласыз? Біріншісі, in the advertisement for holidays. Advertisement ол жарнама. In the booklet for tourists. Брошюркада, не, туристерге арналған. Кілттік сөздерсіз қоя салайын. Invitation card to a concert. In the program of a TV show. Ал кетігінді, modern Bath. Bath is a lovely city and it's popular among tourists all year round. There are so many things to see and do in Bath. There are museums and art galleries, and the most tourist attractions, such as the Roman Bath, have their own museums. There are 5 theaters in Bath. One of them is called the Egg. It's styled as an egg and was especially built for the use of young people. The city holds lots of festivals, such as an international music festival, a literature festival, and even a beer festival. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде TV шоу туралы айтылған ба? Жоқ. Приглашение жазылған ба концертке? Жоқ. Жарнамалап тұр ма бір какой-то бір нені? Демалыс орнын деген секілді? Жоқ. Значит, не қылып тұр? Туристерге буклет ретінде беретін осы заманауи Bath деп аталатын қала туралы ақпарат беріп тұр. Сондықтан біздің жауабымыз ол B. Көбінесе тестте варианттары жоқ, осылай алып тастағандарыңыз дұрыс. Қателеспес үшін, я. Онда жалғастырамыз. Келесі. What is the main idea of the text? Мынау тұрған мәтіннің, я, мәтіннің негізгі идеясы қандай деп тұр. Бірден өтейік. It gives tips on how to lead a healthy life. То есть, қандай береді ол? Не береді? Бұл мәтін кеңес береді. Қалай салауатты өмір салтын ұстау. Protect the planet, яғни планетаны, жерді қорғау. Save money, ақшаны қорғау. Ал не туралы екен көрейік, я? You can help the environment. Яғни бірінші сөйлемнің өзі сөйлеп тұр деп ойлаймын. Қараңыздаршы. Can help the environment. These tips help save water and energy. Make sure to ask your parents before trying any of these tips. Choose locally grown food. Transporting food long distances wastes fuel and decreases extra CO2. Carbon dioxide. So, ары қарай оқымай қояйын, я, өйткені мына жерде жауабы тұр. Тіпті мына жерде де қараңыз. Turn off the light if you are not using it. Яғни сіз қолданбасаңыз жарықты сөндіріңіз. Turn off the water while brushing your teeth. Тісіңізді жуып жатып, сіз суды өшіріп қойыңыз деп бекерге ағып кетпесін деп тұр. Take short showers instead of bath. Ұзақ ванна қабылдағанын қысқа душ қабылдаңыз деп тұр. You, сен де қоршаған ортаға көмек бер деп тұр. Қоршаған ортаға. Суды, энергияны не істе дейді? Эконом жаса дейді, я? Значит, су, энергия, қоршаған орта, оның бәрі не болып тұр? Оның барлығы
денсаулық туралы емес, ақша туралы айтып жатқан жоқ. Мына біз тұрып жатқан планета туралы айтып жатыр. Яғни planеттің синонимі тіпті environment деп айтуға болады. Яғни қорға деген сөздің өзі мыналарды айтып тұр міне. Сөндіріңіз, суды сөндіріңіз, қысқа душ қабылдаңыз деп тұр. Окей? Жаңа сөздер болса, өзіңіз нетіп алыңыз, жаңағыдай жазып алсаңыз болады. Ал қазір онда time to go on. Бүгін сіздермен 10 тестті талдайық. Одан кейін келесі сабақта жалғастырамыз, иә, осы қалған 10 тестті. Келесі, why is a text about nuts titled Be a Health Nut дейді. Өте қызықты, бұл кішкене етіп қойайын. Be a health nut. Дені сау, дұрыс, жаңғақ бол деп бұйырып тұр. Яғни тақырып нені айтып тұр дейді, неге мәтін осылай айтылған. It informs us about how we can use them in the recipes. Яғни рецептте оларды қалай қолданатынымыз туралы ақпарат беріп тұр. It helps us, көмек береді, to buy this valuable product. Не ол? Valuable product, бағалы өнім, продукт, иә. Сатып алуға көмек береді. Shows the usefulness of this food for people. Адамдарға өнімнің пайдасы туралы айтып жатыр. Көрейік. Үшеуінен біреу келу керек. Be a health nut. Тақырып. Nuts are not only delicious, they are good for you too. Так, бірінші сөйлемнің өзі айтып тұрған секілді ма? Nuts, жаңғақтар, тек дәмді емес, сонымен қатар ол сен үшін жақсы. Сен денсаулығың үшін жақсы деген сияқты. They have lots of nutrients like magnesium, potassium, and arginine. Nuts are high in calories, so they should be eaten in moderation. This means they are heart healthy. Қараңыз, heart healthy. Жүрек денсаулығына жақсы, иә, және пайдасы бар дейді. Яғни мына жерде they are good for you деп тұр. Денсаулық туралы айтып жатқан сияқты, иә. Значит, how can we use in рецепт бойынша қалай қолданамыз? Айтып тұр ма? Жоқ. Valuable product, мынау қымбат, бағалы, точнее, бағалы өнімді сатып алуға көмек беріп жатыр ма? Жоқ. Shows us usefulness of this food for people. Адамдарға мына тамақтың, мына өнімнің пайдасы туралы айтып жатыр дейді. Значит, бізде жауабы не ол? C. Usefulness, қыздар, ол пайдасы деген сөз екен. Келесі мына жерде біз 4 сұрақты қамтып өтейік. Мына 4 сұрақтың барлығы жоғарыда бір мәтінге беріліп тұр, иә? Бірден сұраққа көшейік. Do you play computer games over the internet? Do you send email messages to your friends? Why does the author ask these questions? Мына екі сұрақ. Неге автор қойып тұр дейді? Қалай ойлайсыздар? Міне былай басталады бірінші параграфта. You can get all kinds of information there. People use the internet to work at home. Scientists use the internet to help them to do research. Do you play computer games over the internet? Do you send email messages to your friends? Қалай ойлайсыздар? Мәтіннің басында қойылып тұр да бұл сұрақ. Do you play computer games over the internet? Енді бұл сұрақ қалай ойлайсыздар? Не үшін қойылып тұр параграфтың басында? He wants readers to publish their answers on the site. Келе ма? Келмейді. He wants to draw our attention to read the text. He wants to find answers to the question in the text. Ол автор мәтіннің ішінде осы сұрақтың жауабын табу үшін дейді. Ол да келмейтін сияқты, иә? Ол автор біздің назарымызды мынау мәтінді оқуға итермелеп тұр. Яғни қызықтырып тұр. Сондықтан жауабы не болады? Жауабы B болады екен балалар. Ал кеттік. What does the word it refer to in paragraph 2?
Мынау екінші параграфта it деген асызылған сөз бар ғой. Қай сөзді меңзеп тұр дейді. Computer, online system, the internet. Тек қана осы екі параграфта желательно осындай асызылған сөзді тап дейтін болса, осының алдындағы сөйлемді оқимыз. The internet is a system that connects computer networks. Так, интернет желательно алдыңғы сөйлемді аударғанымыз дұрыс, түсінгеніміз өте маңызды, өйткені it қай сөзді айтып тұр, соны табуымыз керек. Интернет ол жүйе, компьютер желісін бір-біріне байланыстырып тұратын жүйе деп тұр. Ол it links millions of computers all over the world. Әлемдегі барлық компьютерлар, то есть барлық әлемдегі компьютерлардың миллиондаған компьютерларды бір-бірімен не істейді? Байланыстырады. Не байланыстырады? Қалай ойлайсыздар? Қайсыны айтып тұр? Интернетті ма, әлде жүйені айтып тұр ма? Интернет ол жүйе деп тұр да. Интернет дегеніміз ол компьютер желісін байланыстырып тұратын жүйе деп тұр. Значит, нені айтып тұр? Жүйені айтып тұр. Интернетті қоссақ не болады? Computer, online system, интернет. Жауабы? Online system. Өйткені ол жүйе біріншіден. Яғни жүйені интернет қосқаннан кейін барлық онлайн форматқа өтеді ғой. То есть онлайн болып отырады, иә? Келесі. What is the main idea of paragraph 3? Үшінші параграфтың негізгі идеясы қандай? Ал оқып көрейік, иә? Бірден оқысақ болады мәтінді. Millions of people use the internet every day. In 1981, only 213 computers were connected to the internet. By 2003, more than 216 million computers were connected to the internet. No one knows for sure how many people use the internet. Computer experts thought that there were 61 million internet users worldwide at the end of 1996. Қараңыздар, 61 миллион адам интернет қолданады екен қазіргі таңда. Точнее, 96 жылы. There maybe have been from 700 million to 900 million users by the end of 2013. 2013 жылдың соңына дейін примерно 700 миллионнан 900 миллион қолданушыға дейін болуы мүмкін дейді. Значит, қалай ойлайсыздар, не туралы болып тұр мәтін? Scientists are still guessing the exact number of computers дейді. Ғалымдар компьютер қолданушыларының нақты санын болжалдап жатыр. Болжаммен жазып жатыр ма? Жоқ, нақты жылдар тұр. Дұрыс емес. 2. The computers connected to the internet have a rich history. Интернетке қосылған компьютерлердің тарихы бай дейді. Бар ма ондай ақпарат? No. The number of computer users is increasing. Қалай ойлайсыздар? Increasing дегеніміз ол не бұл? Көтерілу, даму, көбею. Компьютер қолданушылардың саны не істеуде? Артуда, көбеюде. Қараңызшы, жылдан жылға оның саны көбейіп келеді, иә, көбейіп жатыр. Ал қазіргі таңда қаншама бала біледі, иә? Өте көп деген мағына білдіреді. Келесі, which paragraph answers the question, what is the internet? Интернет дегеніміз не? Яғни осыған байланысты, сұраққа байланысты жауап қай параграфте? 1, 2, 3. Бағана ғана оқыдық, иә, ол екінші параграф. Internet is a system that computer networks. Яғни интернет туралы осы жерде айтылған болатын. Ал балалар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге бір лайфхак, инсайт болсын. Осы видеоның бірінші видеоға баратын болсаңыздар, сол жерде осы тест талдамай тұрып, мәтіннің 10 сұрақ қарастырған болатынбыз және қандай тест жасау барысында қандай техникалар қолдансақ болады.
яғни аса сызу міндетті түрде сkim сканинг әдісі, иә. Бірден мәтінді емес сұрақты оқитын сұрау типтері бар, немесе бірінші мәтіннің өзін оқитын типтері бар. Барынша уақытты экономдау үшін, өйткені бізге бар жоқ 40 минут уақыт беріледі, оның 30 минуты тестке арнаймыз, ал 10 минутта жауап парағын дұрыс жазу үшін арнайды екенбіз. Сіздерге егер сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться все батырмасын басып қойыңыздар. Енді келесі сабақты күтіңіздер. Сіздермен болған Ақтар Бейсенбайқызы. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.